Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін сіздермен өте дәмді витаминге толы қызылшадан салат жасайтын боламыз. Бізге керегі 3 дана қызылшамызды қайнатып аламыз. Дәл осындай теркамыздан өткіземіз. Қызылша по-корейски жасайтын боламыз. Қызылшамызды өткізіп алдық. Енді бізге керегі укроп, кинза, екеуін турап аламыз. Енді бізге керегі көк пияз. Көк пияздымызды да алып, оны да майдалап тураймыз. Өте қарапайым заттардан тез-ақ дайын болатын салат. Үйде жасап көріңіздер. Менің каналымдан өте қарапайым рецепттер, үй жағдайында қолжетімді заттардан дайындалатын рецепттер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Пиязымызды салдық. Енді бір дана, бір тіс чеснокты қырғышымыздан өткізіп аламыз. Енді үстіне жүгерімізді саламыз. Жүгерімізді салып алдық. Лимонды дәл осылай пилкамен шаншып, жан жағын жұмсатып, суын сықсаңыздар, тез, оңай су шығады. Үстіне қара бұрышымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Татымына қарай. Оливковый масламызды саламыз 2 қасық. Енді салатты араластырамыз. Міне достар, осымен біздің салатымыз дайын, тез-ақ дайын болатын қолжетімді заттардан по-корейски салатымыз дайын қызылшадан. Үйде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міндетті түрде кері байланыс жасайтын боламын. Менің каналымнан қандай рецепттер көргілеріңіз келеді, жаңа жылға арналған салаттар, тәттілер, самса, салаттардың неше түрлі рецепттері бар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін баршаңызға рахмет.